Маусымның бүгін 8 күнгі кешкі зікірден келген хабар жарлаймыз. Бір табиғатты көрсетті, еңістен түскелі жатқан бір сиырларды көрсетті. Су ішем деп судың жағасына келеді, судың түбінде қолтырауын бар екен, сол сиырды жемекші болады. Сиыр сол мүйізімен сүзіп, қолтырауында сондай бір көрініс болды. Сиыр енді мына оның бәрі рухани тұрда не бар, мына көп адамдарда сондай қолтырауындық не бар жаңағы. Үндемей өтіп істеп алатын сондай төменгі қара нәсілген. Соны енді сиыр арқылы тазартады деген белгі ғой. Сонысын ана сол сиыр бағу керек, сиырменен сол бір неге сөйлесе, ана қолтырауынды ол сиыр арқылы жояды. Содан кейін бір өкіні көрсетті, әсерленіп жылап тұр екен. Барлығын біліп тұрады екен, адам сияқты. Сосын мына өкі деген өте қасиетті киелі құс екен. Әзір кезде өкіні үйінде бағып, сол қамап қойғандар бар екен. Сондай көрік үшін, саяхатшыларды, адамдарды өзіне баурау үшін, сосын кейін ана үй мысығы сияқты сондай ұстайды екен. Ол өзінің семьясына және сол елге ана өкінің киесі атады екен. Соны айтты. Оның ясында мүмкін ол көп қой, енді осындайлар қызық көріп ұстайтындар, сәндік үшін. Сосын әзір аппаратқа суретке түскен кезде аруақтар көп түс қалады екен суретке. Сондай істер болады екен. Енді сондай басталды, мәртөбеге жайланып көрме мына далада ағаштың астына жатып төсек түсіп алып жүрген, ар жағынан неген кимешек киген үлкен әже. Кәдімгі ағаштың арасында қарап тұр да. Оның өзінде бір белгі бар. Осындай көбейе береді енді. Сосын бір зауытты көрсетті, ылғи жалған шаштарды жасап жатыр екен. Соған қарағанда шаш түсетін адамдар көп бола ма, соған киетін. Енді бұл еркектер болса, мысалы шаш түсінген ол мақтан, тақыр бас, тіптен кәдім сонымен таз бас қой енді айналған кезде, шаш жоқ. Бағында көрдім, сол адвокат па неге көйіске кіріп бар жатыр да. Костюм жолдар галстук тығып алған, басты тап-тақыр дымы жоқ та. Бір енді қарасаң, енді ұятта түптен, алыстан қарасаң, еркектің мүшесі сияқты ол кетіп бара жатқан басын. Не деген масқара соны. Ол ұят жоқ қой енді. Сосын ол енді әйелдер амал жоқ, енді парик киеді сондай, қосымша шаш тағады. Әйелдердің шаш түсе бастайды енді осындай. Қотыр болады, бастары түседі, амал жоқ, сосын сондай киеді. Жол шетіндегі қаз-қатар тізілген ағаштар жайқалып өсіп тұрген. Сосын кейін сол ағаштарды көрсетті, одан кейін адамның басын көрсетті. Осындай көрініс болды. Не? Сол адамның басы деген сол ақпарат ағаштардан да қоқан жалғанады. Соны ағаштар Құран аяттарында айтқан ғой, ағаштары десең, естелік қолын деген, естелік құшын. Сонда ағаш адам басымен байланысты. Сонан көздер қарап тұрады ағаштан. Ол да дұрыс ма? Жолдың бойында сонда ана ағаш арқылы көреді. Ағаш арқылы сондай бір қатынас бола ма? Ағаш арқылы соны бақылай ма? Сондай бір ол да бір қауыз. Онда енді болашақ ашыла береді, оның бәрі зерттеліп ашылып алайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәмсіл, тағдыр, тауқымет, үш негізбен бір тамыр, баянды болса бір хикмет, түбі оның ақырет, немесе түбірі оның ақырет па? Осындай сөз келді. Көңілі қар, жүрегі мұз, дәні жоқ құтты бір қауыз, адамның бұл да сипаты деген. Сан жасырын, сан құпия, сан көмес, жазылу ғана болар жария деген сөз келді. Сосын кішкене бір мынандай күрделі бір ақпарат келді. Сонымен түсінгенімше жаздым. Теріні сан рет түлетпей, көңіл таппас тағатын, қаптап жауып денені, адам деген дүратын, паш етер жан дүниесін, терімен жүректің ісі деп. Дұрыс. Ол мына тері мың рет түлеу керек. Кірпіктің өзі санаулы түсетін уақыты бар да, түсіп ауысып отыр кірпіктің өзі. Тері мың рет түлейді. Ол енді анау еркектер жалаңбас жүріп неғын кезен қорқып кетеді да бас сондай болады. Мен өзім көрдім ғой, маған ескертіп отыратын. Пәлен уақытта шашыңды аласың деп, сосын бір уақыттарда маған тақырлап ал деді да,
ұстараменен. Сосын енді ұстарамен көрсеткеннен кейін тақырлап сөйтіп ұстарамен алсам, басымнан резеңке түсіп жатыр да, қараймын, таңғаламын, қайтадан шығады. Сөйтсе терісі, бас терісі сөйтіп резеңке ұқсап, кәдімгі бөлініп түседі да қап-қара болды. Сөйтіп тұқиды екен да. Мен осындай хикметке жауап сөйтіп, мен 10-15 рет сондай сөйтіп басымдан резеңке алған тұғын. Ана қазір жалаңбас жүргендердің бәрі, ана кәдімгі теріс көн тері болып кетеді да, қалыңдап кетеді. Онда өте жұқа болу керек, нәзік терінің өзі 7 қабаттан тұрады. Киім кию дегеннің өзі, соған тері нәзіктене бастайды. 7 қабат ақпарат жазылады. Алан көн тері деген ол сасық иіспен байланысты. Ана басында бәрі сасық иіс тұрады да ол. Терін қалыңдаған сайын хайуан сияқты сасық иіс болады онда. Сол сасық иістен. Ал жұқарса, ол жұпар иіс болады. Міне осының өзінде мән бар. Ал бір керегі көз сияқты сағатты көрсетті, сол сағаттың тез айналып жатқанын көрсетті. Сосын доп қуған футболшыларға негіз сынақ бар деп салды. Әсіресе осы біздің қазақ футболшыларына сынақ болады екен доп қуған. Сосын тауыс құсын көрсетіп өтті да, оның жаңа құйрығын жайып, әдемі болып тұрғанын көрсетіп, әдемі құс, дауысы жағымсыз, түсінерсіңдер деп салды. Сосын әйел жоқ шаңырақ, жетім қалған баладай деген сөздер келді. Енді сол тауысы деген қазір қарап жатсаң, бізден үйреніп кеткеніміз да, мына әйелдер деген кәдімгі сыртын бәрін кереметін андана сөйлеп тұрсаң, бір не тұрады да, қоңыр сондай дауыстар шығып тұрады да, нәзіктік жоқ әйелдерінде. Нәзік әйелдердің қазір көбінде өздері дауыстарын білмейді, кәдімгі сондай қарғылдық шығып тұрады үнінде. Ол шын дыбысты ғанамда біртүрлі ыңғайсыз анау. Әйелдердің басынан кәдімгі барылдап еркек сияқты. Соны қазақта айтқан ғой, еркек дауысты әйелде қуат болмас деген. Ана қуаттың жоғалуы әйелде. Әйел нәзік болған сайын, үні нәзік болған, онда қуат болады. Ана өзінің үнін шыққан сайын, ана көп бала туған әйелдердің қарасаң, дауыстарында нәзік бар да, бәрі қыз сияқты не. Көп бала, сонда ол қуат ол. Ал қазір соны бір айқайлап болса, дауыстарын бұзбағанда, қатты сөйлеп, айқайлап, қарқылдап, күліп, шалқалап. Қазір қыздардың өзі қарасаң, шалқалдап, күліп, сен олады ғой, осының бәрі дауысты бұзады. Ол осының бәрі қайттан енді Алланың елшінің хадистерінің сүннеттерінде тұр ғой, қалай күлу керек, қалай ұлу керек. Масхаб бұны жақсы айтып отыр, бірақ өздерінде аман жоқ. Ал ана. Кеш жарық. Бүгін енді мен бір басқа әлемге кіріп кеттім ба білмеймін енді. Жоғарыда ана бір жарық түсіп тұрған кезде шаң секілді бір көтеріп тұрған секілді болады ғой. Сондай жер. Сосын бір көлік, ол көлік көрген емес, мен сол көлік түсініксіз көлік соған жалғайтын, мен басын таппай жүрмін ба сондай. Бірақ ол тез жоқ болып кетті де, кеме ғарышы секілді болып, үлкен болып шықты. Сол жерден домалақ глобус секілді ұқсап, соның төбесіне шыққан кезде менің қатты жүрегім қысылып, құлағым шыңылдап кетті. Ана бүтілі сондай басқаша бір нәрсе қысылып кеттім қатты. Сосын ол көріністен негіз шығып кеттім. Бір қарағанда айналам бір саз балшықтан, ағаштан жасалған бір сондай бір жерде жүрген секілді болдым. Сондай көне бір дәуір ма, білмей түсінбей қалдым. Сол планета былайынша айтқанда. Планетадан шығып тұрмын ба сонда? Планета сол жалғану керек. Қазір осындай бір құбылыстар болады да, әуелі жан солай жалғанады. Сосын бар соның ақпарат келеді. Барлығы қазір сендер көбінесе өздерінің ақпаратын жарастан, ағаштан, талдан, жер бетінен алатын гипералықтардан. Енді сендерге соны енді көкке шығарады, планеталармен жалғанасыңдар. Сол жалғанып, ол ақпарат мүмкін оқылмайды шығар, көресің, болды сенде қалады. Бірақ кейін ол мирас болып, ол ғылым болып, дәнегі болып ашылады. Осындай әрқайсының бір санның ішінде тұрады, ол жасым, ол Құдайдың құпиясы ғой. Соны алып қалуға тырысу керек. Соның ана жүрек қысылып, құлақ шыңылдап кеткеннен кейін басым ауырып кетті де, сонан тамақ бездерім қатты ауырып жатқанын сездім. Сондай болды. Содан тағы бір жоғарыдан қарап тұрған кезде бір топ адам ортада
кісілер, адамдар біресе алға жүреді, біресе артқа жүреді, жоғарыдан төменге қарай түсіп қарағанда бір-біріменен қылыш тасып атады ғой, сондай көрініс болды. Сол Кенесарының несі деп айтты жаңағы. Кенесары кезіндегі сол шайқасты көрсетті екен маған, сондай деп үн келді. Сол бүгінгі көрініс. Дұрыс, енді сондай осына жаттығу керек. Сол біз оқиғаларды қайттан жаңғыртамыз. Қазір енді тек болжамдап жазып жатыр ғой, осылай соғысқан, бірақ осы тарихты енді бізге береді. Кімнің тарих қандай, соны көрсетеді, соны жазамыз. Сол арқылы біздің тарихымыз да, бүкіл шежіреміз де қайттан түгелденеді, шындық ашылады. Көбісі қазір қияли кез Совет үкіметіне 100 грамм ішіп алып, кәдімгі сөйтіп жазылғандар да ойдан шығарылған. Оны қарап, жаңағы Қасым Қайсеновтен жаңағы сұхбат алған кезде айтады ғой, кім жазған деді, қайсысы жазған, әйтеуір жазушы жазған. Ол екеумізді, Бауыржан екеумізді кездестіріп, мен барып, ауруханаға барып, оны құшақта осының бәрі өтірік дейді да. Ол бір-екі рет қана алыстан көріп, сонда Бауыржан айтты, сен батыр болсаң, мен батыр, мен ол кісіге жоламайтын едім деп, бір жағынан. Артық сөз не қылып бола ма деп, ол сес қатты еді дейді да. Солай болғанды айтып отыр ғой, бірақ жазған кезде айтады, ой, барып, ол Қасым шарбақты бір теуіп барып, ауруханаға барып, Қасым Қайсенов барып, Бауыржанды құшақтап, сілкілеп алып кетейін бе деп айтты. Өтірік қой соның бәрі. Енді сондай қазір өтірік айтқанда, қазір біз оқып атқан көбісі, ол 80-90% өтірік та, соның қол көтен шығарылған. Қабыл болсын. Бүгін шілденің 11-і таңғы зікір. Ордағы домалағана келіп, жаулығымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Ұршығымның сабалы тыммен апталып, күміспен күптелді. Алла тағала маған сондай байлықты бергенде, жүрегімде ұдайы бір қорқыныш болушы еді. Мұның ертең сұрауы қатты болар мекен? Мен бұған қалай жауап беремін деп, ұзақ таңда жауап іздейтінмін. Әшекей алтын бұйымдары тоқтаусыз сыйлыққа ағылып келіп жататын. Енді білдім, егер кімдегім Алланы таза ниетпен, таза жүрекпен таныса, Алла тағала дүнияның соңынан ілестіріп қояды екен. Іш киімімді жұртқа білдірмей, Құдайдан қорқып жамап киетінмін. Маған осы қанағатшылдығым сүйеу болды. Жауапты жеңіл бердім. Қазіргі қазақ әйелдері тойымсыз, жол жалмауыздың өзіне айналды. Ішкен жегеніне разы емес, қанағат мүлде кетіп қалған. Ашкөз өмірге разы емес, ішкен тамағына, киген киіміне, керек десең Алланың берген түр келбетіне де разы емес. Ниеті қорқау қасқырдікіндей, қанша жеп ішсе де тойымдылығы жоқ, тірі қорқаудың нақ өзіне айналып кетті. Қарсыз өмір сүре алмайды. Осы әдетін қоймаса, қазақтың тез арада көсегіз көгіре қою екі талай деп кетті домалағана. Бисмиллахиррахманиррахим. Шілденің 12-сі Танзікірдегі ақпараттар мен көріністер. Сыр елінің Мамыражай Шуақты ауылын көрсетті. Жайқалып өскен қалың емен ағашы. Жанында жайылып жатқан үлкен көл көрінді. Ол жерде сайраған құстар көп болды. Одан кейінгі көріністе самауырын қазан көрінді. Қойдың қиынын иісі танауға келіп тұрды. Ас адамның арқауы деп көрінген асты жеуге болмайды деген көкейге үн келді. Одан Асанәлі Әшімовқа келетін қауіп қатерді құрбандықпен алдын алу деген көкейге үн келді. Асан атаның қолдауымен зікір ақпараты. Сыр берер қасиет дарымаса, жабулар бұлақта көзі тазаланбаса, әуелі беріп одан алса керек, әділдік еді ол Құдайдан. Белгі түспесе адамзатқа, жападай қурай сияқты ағаш, дәмін татып алмай жұтып, мезеттен тыс қалған ғұрып, тартылған тыныс, демсіз үміт, қуыс кеуде өр көкірек, кім керек ол біріміз, тыңдайма әм кісі аңғал келмесе. Ақшам зікірі. Асан атаның қолдауымен зікір ақпараты. Сымсыз ялыдан абай болу қажет. Адам бос ойларымен мәңгүрттеніп дертке ұшырау қаупі бар. Абылай хан атаның белгісімен қазақ еліне қорған салынды. Армысыздар бүгін шілденің 9 күнгі таңғы зікірден деген хабар жерлаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Көріністе темір терсек үйіліп тұрған жер екен. Әлде ескі шахта болған жер ме? Темір жолдың бір бөлігі көрінді. Қазір қолданыста жоқ, шамасы пайдаланбайды оны.
сол жерде алыстан барып ашқан гепард секілді жабайы мысық сол жүр екен. Қазақстанда қазір көрмей кеткен, не бұрын осы Қазақстанда тіршілік етпеген бір жабайы жануарлар келе бастайды деп түсіндім. Түймедақ безгек ауруына шипа болады деген ақпарат келді. Қазір соғысып жатқан мемлекеттер, халқы көтеріліп жатқан елдер, төрт құбыласы теңелмеген ақылы азғандар деген ақпарат келді. Осы жағдайдан кейін түзелмесе, осы соғыстың белгілері басқа мемлекеттерге ауа береді екен ара-тұра. Сондай ақпарат келді. Сосын балауыз шам жарығы секілді жарық түсіп тұрды қараңғыда. Сол кеңістікте жаңағы жарықтың тұсынан қазақша оюлар тізіліп бірінен кейін бірі өтіп жатты, айналып тұрды, шеңбер сияқты. Әріптерге ұқсайды екен жаңағы оюлар. Содан оқысам кедергіден өту деген сөз шығып тұр екен. Ақыл азған мемлекеттің қазақ елінде ақыл азған мемлекет жатса, бірақ нәрсе бар. Қазақ елінде қазір ата жолмен ақылын осы қанша әлеуметтік қауым қалыптасып жатыр, ақылдар қалыптасып жатыр. Сондықтан Алла Тағала араларында бір мысалын берсе, ол жерде Алла қиратушы емес пе сынардан. Соның арқасында ғана тұр. Бірақ оны түсіп жатқан жоқ. Ақылын азған бүгін қазір әлі 8-і жұлдызы аймен қараған кезде. Ал бүгін 6-та енді сол 10 күні қылып 2 күн бұрын жаңағы құрбан айтты бұрын бастап кетті бүгін. Енді бүгіннен бастап сынақ түседі. Осы көрсетіп жатыр. Сонда араб елінде де сол ақыл азғанды. Сондай қазақ елінде сынақ түсіп жатыр ғой қазір. Осы ақыл азғанға түсіп жатыр сынақтарында. Жарайды. 12 шілде таң намазынан ақпарат. Тоқаев қаңтардағы оқиға кезінде жазықсыз қамалғандарды жапа көргендерге босатуға араласу керек. Оларды қудалауды тоқтату керек. Арқан керген оқиғасы қайта қаралу керек. Бұл шешім әлемге мазақ еткен шешім болды. Бұл іске тікелей қатысы бар Кулибаев, Нығматуллин, Баубекке қатысты тергеу істері жүргізілу керек. Үлкен масондардың ісін сонда Құдай өзі шешеді. Масимов мәселесін шешуге Құдайдан жәрдем келеді. Бір өзі шамасы жетпейді бұл мәселені шешуге. Қазір халықтың да, Тоқаевтың да тағдыры қыл үстінде тұр. Одан кейін халық Құдаймен тайталасуды доғарсын. Тоқаевтың келе иттердің жағдайын жасауы, иттің құқығын қорғауы, ол Құдайдың белгісі халыққа беріп жатқан. Өйткені бұл Құдайдың белгісі, халыққа ит құрлы қадірлерін қалмады деген. Өйткені ит екеш итте жаратушысына қарсы үрмейді. Халық Құдай үкіміне бағынсын деген ақпарат келді. Olmaydı,